Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Руслан Фатихұлы Жақсылықовқа. Бүгінгі депутаттық сауалым қазақ әскеріндегі қазіргі ахуал туралы. Даңқты батыр Бауыржан Момышұлы жауынгерлік тәрбие әскери киімде емес, жөргекте дейді. Сол жөргектегі тәрбиесі жергөкке сыйғызбай, әскер қатарына барып, отанымды қорғаймын деген балаларға қиянат жасалуда. Жауырды жабат оқығанмен жараның жазылмайтыны белгілі. Оның айғағы бейбіт күнде сарбаздарымыз түрлі дене жарақатын алып, кейбірі қайтыс болуда. Бұл бір рет емес, бірнеше рет болған жағдай. Осының салдарынан айыппұл салмақ түгілі, айып тақсаңда ата-аналар бауыр еті баласын, жастар жан тапсырған орта әскер қатарына жібергісі келмейді. Соңғы 3 жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер қайтыс болған. Ал соңғы 4 жылда әскерде 86 суицид тіркелген. 20 әскери адам өз-өзіне қол салуға оқталған. Бірнеше жайтты айта кетейін. Және аталған ақпараттар әскери прокуратура мәлімдеген ресми сан екенін ескертейін. 2023 жылғы тамызда әскери бөлімшелерінің бірінде командир әскерге жаңадан келген сарбазды орындықпен ұрып, соққыға жыққан. Арты немен бітті дейсіздер ғой. Іс тараптардың бітімге келуімен жабылып қалған. 2024 жылдың маусым айында Жамбыл облысының бір әскери бөлімшесінде әскерге келгеніне бір ай болған сарбаз ес-түссіз жансақтау бөліміне түскен. Ал жуырда орын алған жағдай бүкіл отандастарымыздың ашу-ызасын туғызды. Ұлттық ұланның жауынгері Ербаян Мұхтар басынан алған жарақаттан 5 ай бойы ес-түссіз жатты. Жауаптылар Ербаян дәретханаға құлап жарақаттанды дейді. Бірақ бұған сау адамның сенбесі анық. Жарақаттың салдарынан сарбаздың басының жартысын алып тастауға тура келген. Енді оған тұрақты күтім қажет. Қазір ата-анасы ұлын шетелге емге әкетуге қам жасауда. Оған қаржы жинап берген баяғы біздің қарапайым халқымыз. 7 қыркүйек күні Ақтаудағы гарнизонда сарбаз Марат Барқұлов есімді бауырымыз көз жұмды. Оны офицер атып жіберген. Бұл қасақана жасалған әрекет па жоқ па? Аталған сұрақтың жауабын тергеу орындары әділ тергеп, нәтижесін қоғамға ашық түрде жеткізу керек. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында әр ата-ана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы мен құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты деп атап өтті. Өкінішке орай, армиядағы жағдай бұған мүлдем кереғар болып тұр. Былтыр қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерде 50 мыңнан астам бейнекамера бар деді. Ондағы жазбалар қайда? Әлде Ербаян секілді бауырларымыз жарақат алғанда әлгі камералар теріс қарап қалды ма? Әскердегі әлімжеттік мәселесін Аманат партиясы 2022 жылы көтерген болатын. Алайда жағдай түзелмек түгілі ушығып кетті десе де болады. Сарбаздардың армиядағы жарақат алып, қайтыс болуы тоқтар емес. Осы тұста тағы бір түйткіл бар. Әскери қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы төмен. Олардың айлығы шайлығына жетпейді. Себебі соңғы рет әскерилердің жалақысы 2008 жылғана көтерілген. Уағында берілген әлеуметтік қолдау шараларының біразынан да қазір олар шет қалған. Бұл жағдайды түзету кезек күттірмейтін мәселе. Жоғарыда айтылған жағдайларды ескеріп, сізден келесі шараларды қолға алуды сұраймын, ұсынамын. Еліміздің армиясындағы аталған келеңсіздікті тыю және алдын алу бойынша нақты шараларды қабылдауды және әскерилердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған жобаларды қолға алып, олардың іске асуын жеделдетуді.